Қаржылық мониторинг агенттігі 7-11 сәуір аралығында студенттерге дәріс беріп отыр. Қаржылық сауаттылықтың артыру үшін және қаржылық схемалар көрсету үшін бұл схемаларға сәйкес студенттер болашақта ондай қиын жағдайларға түспеу үшін, оларды тартпау үшін олардың сауаттылығын көтеріп отырмыз. Бүгінгі күні біз квиз ойын өткізіп отырмыз. Бұл ойынға 8 команда қатысып отыр. Осы шарамызға 8 команда қатысу арқылы, квиз ойын арқылы, әртүрлі сұрақтар қою арқылы балалардың санасына өзіңді қорғау өзіңнен басталады. Егер сен бірінші өзіңді қорғай алсаң, онда қасыңдағы анаңа, әкеңе, бауырыңа көмек жасай аласың. Сол үшін де құқықтық ережелерді білу және қалай алданбау жолдарын түсіндіру мақсатында осы қаржылық қауіпсіздік аясында бір аптаның көлемінде көптеген шаралар өткізіліп жатыр.